Ассалаумағалейкум, құрметті Корея көмегі оқырмандары, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Сіздермен бірге Самат Ахмет. Денсаулықтарыңыз қалай? Көп болды сіздермен бұлай әлеуметтік желі арқылы видео SMS-тер жібермегелі. Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Бүгінгі берейін деп жатқан ақпаратым мынандай: соңғы кездері Корея көмектің және Самат оригиналдың жеке деректерін, біздің фото видеоларымызды пайдаланып әлеуметтік желілерде бір-бірін қорқытып жатқан шетел азаматтар, олардың арасында қазақстандықтар көбейді. Яғни сіздер көпшілік адамдар білет, Корея көмек тек шындықтарды көрсететіндігін, біз тек заң аясында ғана жұмыс жасаймыз. Алайда кейбір бір-бірінен ақшасын алып, ақша беріп, ақшасын алмай жатқан шетелдіктер біздің фотоларымызды, видеоларымызды қойып, өздеріне жеке Инстаграм парақ ашып, Самат оригинал бір, тағысын тағы, Корея көмек, Кореяда көмек, тағысын тағы сондай аккаунттар ашып, соларға SMS жазып, сол досына көрсетіп, мінекей, сен ақшамды қайтармасаң, мен сені Корея көмекке берем, әлеуметтік желіге шығарам, сені депортация жасатам, мінекей Самат суретін жібер деп айтты, адресін жібер деп айтты, ол сені ұстап береді екен деп, әйтеуір бір-бірін қорқытып, сөйтіп лас әрекеттерді жасап жатқан адамдар көп. Оның барлығы бізге келіп жатыр. Ол туралы мен кеше постада ақпарат бердім. Сақ болыңыздар деп. Бізде бір ғана Самат оригинал және Корея көмек, осы аккаунттар ғана бар. Басқа аккаунттар бізге тиесілі емес. Тағы бір жағдай, білесіздер, бізге арыз шағым түсетін болса, оны алып тіркеп, сол Қазақстанға қайталмай жатқан шетел азаматтарын қайтаруда біз көмек беріп жатырмыз. Енді қараңыздар, мынандай жағдай орын алды күні кеше. Корея еліне күйеуі кеткеніне 6 жыл болған, бірақ Қазақстанға қайтқан емес. Қоңырау шалса қоңырауына жауап бермейді екен, звондаса көтермейді екен. Сөйтіп әйелі, қызы екеуі Инстаграм парақша ашып, менің суретімді қойып, анау полицияның зданиясына түскен суреттерімді қойып, олар Инстаграм парақша ашатта, сөйтіп күйеуіне жібереді. Міне Самат оригиналға біз SMS жаздық, ол SMS-ке жауап берді, біз сені депортация жасатамыз деп, оған скриншот жасап тастайды. Енді қараңыздар, анау күйеу ана нәрсені көріп, енді мен соншалықты қорқынышты нәрсе емеспін ғой, қорқынышты адам емеспін ғой мен. Күйеу ана нәрсені көретті, үйіндегілермен қырылады, сөйтетті, жұмыс кезінде миына қан құйылып, қазір жансақтау бөлімінде жатыр. Содан қатты ойланған ғой. Әйелі оны қай жерде жұмыс істеп жатқан біледі екен. Сен осы жерде жұмыс жасайсың, Самат оригинал сол жерге Корея көмек барып, сені ұстап берем деп айтты, тағысын тағы. Ал не болды енді? Қазір жағдайы ауыр, 50-де 50 жатыр. Корея елінде жүргеніне 6 жыл болған. Не айтам бұл нәрсеге мен? Неге біздің отандастарымыз осындай лас әрекеттерді жасап жатыр? Сөйлесе сөйледі дейсіңдер, сөйлемесе тағы жоқ болып кетті дейсіңдер. Сосын осы сәтті пайдалана отырып, кәріс жеріне барып жұмыс істеп жатқан еркектеріміз, айналайындар ау, қатындарыңды қандырып қойып, одан кейін жұмыс істесеңдерші. Қатындарыңды қандыр дегенде мен күнде келіп төсек қатынасын жаса, постель жаса деп жатқан жоқпын. Дұрыс жағынан түсініңіздер. Финанс жағынан қандырып қойсаңыздаршы. Қоңырау шалыңыз күнде жұмыстан кейін, бала шағаңызбен сөйлесіңіз. Бала бақшаға ақшасын төлеңіз, мектептің ақшасын, киім-кешектің ақшасын, үйде азық-түліктің ақшасын, әйеліңізге көмектесіңіз. Корея еліне барудағы сіздің мақсатыңыз не еді? Қаржылай қысымның салдарынан Корея еліне бардыңыз, қаржылай қысымнан шығу еді. Біздің көп еркектеріміз кәріс жеріне келіп, айда жоқ, айдан қашқан, даладан қашқан бір қызды ұстап алады, не некесі жоқ, не зекеті жоқ. Топастар солармен төсек қатынасын жасап, тапқан дүниесін сол қатынға, сол ойнасына береді. Ал оны әйел кісі естиді ғой бәрібір. Қазақстандағы әйелдері, қатындар естиді ол нәрсені сырттан. Содан кейін жынданады. Айналайын еркектері ойланатын сәт келді ғой. Қазір өткенде біз тексеріп не қылдық,
почти 600-ден астам біздің қазақстандық еркектер кәріс жерінде өзге әйелдермен, өзге қыздармен өмір сүреді екен. Сүрсең сүр, айналайын. Мына жақтағы некедегі әйеліңді қандырып қойса бірінші. Амал жоқтан барып жатыр ғой бұл әйелдер. Амал жоқтан бізге байланысқа шығып жатыр ғой бұлар. Қайтпайсыңдар. Жұмысыңды істе, ақшаңды ал, қайтса елге. Нең бар? Өзге әйелдің құшағында, мына жақта балаларын қан жылап жатқан кезде. Сендейлердің кесірінен бір адам қазір жансақтау бөлімінде жатыр. Бір адамның топасыз бір адамның жасаған лас әрекетінің арқасында бір адам жансақтау бөлімінде жатыр. Олар бізге мысалға өтініш те берген емес, арыз да жазған емес. Қойсаңдаршы болды ғой. Осылай қатты сөйлеуге өздерің мәжбүр етіп жатсыңдар. Жігіттер, болды ғой енді.